Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения мен Қырғызстан әлемдік қауымдастықтың экономикалық санкциясына ұшырап жатыр. Оның салқынын Қазақстан қазірдің өзінде сезінуде. Ресей жағының Еуразия экономикалық одағы елдерінің біріне санкция салған жағдайда одақ мүшелерінің бірлескен жауап шараларын қолданатыны жайлы айтылуы Еуроодақтың санкциясына қарсы Қазақстанды да бірлесіп қарсы тұруға шақыру барып тұрған арандату. Бұл Ресей тарапынан онсыз да экономикасы құлдырап қалт-құлт етіп отырған Қазақстанды саяси соғыс алаңына тарту. Нұрсұлтан Назарбаевтың белден басқан бастамасымен дүниеге келген Еуразиялық экономикалық одақ тек қана бір Ресейдің мүддесіне қызмет ететін ұйым. Ортақ парламент, ортақ валюта енгізу, Сбер цифрлы бағдарламасы сияқты бастамалары және бәсекеге қабілеті төмен басқа елдерді де одаққа қосуға тырысуы Ресейдің одақта экономикалық емес саяси мүддесі басым екенін көрсетеді. Мәселен, Қазақстан 2015-2020 жылдардың ішінде Еуразиялық экономикалық одақ аясында саудадан 44 миллиард доллар жоғалтқан. Бұл шамамен 2020 жылғы жалпы ішкі өнім 180 миллиард доллар, 4-тен 1 бөлігі деген сөз. Одан да қарапайымдап айтатын болсақ, Әзірбайжанның мемлекеттік мұнай қорында 20 жыл бойы жиналған активтердің құнына тең. Ендігі жерде бұл одақта қалу Қазақстан экономикасын құрдымға кетіру деген сөз. Бүгін қимылдамасақ біздің ақырымызға жететін және бір фактор осы Еуразиялық экономикалық одақ болмақ. Бұл бірден емес, біртіндеп шығып іске асатын қадамдар. Мәселен, қағаз жүзінде Еуразиялық экономикалық одақтан 5 елдің кез келгені қалаған уақытында шыға алады. Ресми хабар түскеннен кейін 12 ай ішінде бұл процесс толық аяқталуы тиіс. Ол туралы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 118-ші бабында одақтан шыққысы келген мемлекет осы одақ аясындағы аталмыш елдің қатысуымен туындаған қаржылық міндеттемелерді реттеуге міндетті екені жазылған. Айтарым, бастапқы кезде іс жүзінде бұл қадамның Қазақстан үшін ауыртпалықтары көп болатында түсінікті. Әсіресе Ресей тарапынан саяси экономикалық қысым жасалады. Қазақстанға қаржылық бережақтарын толықтай өтеуді міндеттейді. Олардың байлауындағы қазіргі қазақ билігінің Еуразиялық одақтан шыға қоюда екіталай. Солай бола тұра Қазақстан бұл ұйымнан шығу керек. Олармен жалпы байланыс аясында емес, жалқылық деңгейінде экономикалық байланыс құрғанымыз дұрыс. Шығар жол қайсы деген кезде бізді Еуразиялық экономикалық одақ құлдығынан құтқаратын да түркі мемлекеттерінің тұран әскери саяси экономикалық одағы ғана болмақ. Ал сіз қалай ойлайсыз? Дәл осы пікірге келісесіз бе? Бұл қоғам белсендісі Нұрлыбай Қошаманұлының айтқан пікірі болатын. Біздің Қазақстан үшін Еуразиялық одақтан шығу пайдалы ма, әлде зиянды ма? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.